Ассалаумағалейкум достар. Мінекей бүгін Қытай елінен кезекті тапсырыстар келді. Мінекей мынандай кішкентай пакеттер. Әрқайсысы әрқалай уақытта келді. Біреулері мысалға тез 15 күн ішінде келсе, біреулері бір айдан аса уақыт жүрді. Мінекей осы 4 тапсырыс бірге келген екен. Соларды қазір ашып көрсетемін. Мынаның ішінде мінекей Карл Лайт Source деп тұр. Яғни бұл автомобильге арналған LED лампалар болу керек. LED лампалар, мінекей 3 дана, басқа ешнәрсе жоқ ішінде. Қандай лампалар тапсырыс берген есімде жоқ. Мінекей мынандай габаритке арналған LED лампа. Бұлардың бағасы шынымды айтсам есімде жоқ. Мынау екінші бар екен. Оның ішінде 2 лампа болу керек. Дәл солай. Мынандай 2 лампа, LED лампалар, екі жағынан да жарық беретін. Жарықтығы өте жақсы болу керек, бірақ қанша уақыт жанып тұратын әзірге айта алмайын. Менің ойымша көп емес шығар, өйткені арзан дүниенің аты арзан. Мына жерде мінекей сырт жағы темір, мына жерінде мінекей мынандай 4 жағынан 8 диод, және мына жерінде бетін мынандай дөңестелген несі бар, әйнегі бар. Автофокус. Жарайды. Мінекей осындай бір лампалар келді, LED лампалар. Барлығы жақсы дұрыс жұмыс істейді деп ойлаймын. Келесі тапсырысымыз мінекей. Мынау удлинитель кабель болу керек. Оның ішінде мінекей мынандай кабель ұзыншақ, жіңішке келген, ұзындығы 9 метр болу керек. Бағасы шамамен $3,5. Дәл осындай кабель бізде Алматыда, жаңағындай дом интернеті сондай шамамен сондай аталатын бір магазин бар. Сол жерде ұмытпасам $2,500 ба 3,000 ба сондай тұрады. Мен бұны жаңа $3,500 шамамен тапсырыс бердім. Бұл 6L 4G 4G Wi-Fi роутеріне арналған антеннаға ұзартқыш ретінде тапсырыс бердім. Ол антенна мінекей бұл да жақын арада келген болатын. Санханс деген осындай бір антенна, всенаправленный дейді. Кез келген биіктікке үйдің шатырына бетіп қоя саламыз. Мына жерде астында креплениесі болады. Мінекей мына жерінде мынандай разъемы бар. Болған разъемына переходниктер келген тапсырыспен. Бұларда мінекей сол маңымда $1,500 тұратын бір талы. Ал мен бұларды $3 және $1,5 шамамен тапсырыс берген болатымын. Бұлардың барлығы 4G интернет сигналын күшейту үшін тапсырыс берілген. Бұның бәрін әрине жалғап, мына жағы модемге жалғанады. Бұның бәрін жалғап, кейін тексере жатармыз. Келесі тапсырысымыз мінекей мынандай бір осындай скотчқа әншейін орап, наклейкасын жабыстырып жібере салған. Бұның ішінде 12 вольт 2 амперге арналған блок питания болу керек. Бұл блок питанияны алдыңғы видеода көрген болсаңыздар, автомобильге арналған усилитель, яғни дыбыс күшейткіш, соған арналған блок питания. Мінекей 12 вольт 2 ампер. Мінекей мына жағы осындай.
Бұл да дұрыс жұмыс істейді деген ойдамын енді. Енді мұны тапсырыс. Бұл тапсырысты $10 бағалап жіберген екен, аксессуар деп жазып қойыпты. Номер бойынша өзім тапсырыстарымның ішінен именно қандай тапсырыс екенін таппадым. Қазір ашып көреміз, қандай тапсырыс екенін өзім де білмеймін. Түсінікті болды. Бұл деген бізде ұялы телефонды судың астында ұстауға арналған қапшық десек болады. Мінекей бұл бауымен бар екен. Бұл қалай ашылады? Жағынан былай ашылады екен. Мынау шамамен мойынға іліп алуға арналған болу керек. Мынау жаңағы липучкасы резиновый. Шамамен осылай қолға бекітілсе керек. Неке бұның ішінде неке мынандай ғана бір осындай қапшық. Қазір жаз айы, өздеріңіз білесіздер. Жаз айында суға барамыз, суға түсеміз. Сол кезде телефонымызды өзімізбен бірге суға алып түсіп, судың үстінде, судың бетінде суретке түсіруге және де басқа әрекеттер істеуге арналған қапшық. Су өтпейді деген ойдамын. Қазір телефон салып көреміз. Мінекей 6 дюймді телефондарға да арналған болса керек. Өте үлкен. Мінекей барлығы сенсор барлығы істеп тұр. Мінекей суретке де түсіріп жатыр. Сенсор барлығы жұмыс істеп тұр. Су өтпейді деген ойдамын. Жағы мөлшерге шамасы бекітілетін болу керек. Бұның жартысы мінекей жыртылып қапты. Жарайды, ештеңе етпес бұл да. Мінекей мынаны былай ілінеді. Мойнымызға асып алып осылай жүреміз. Мінекей достар, бүгінгі келген тапсырыс осы. Әзірге назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.